Сәлем достар, денсаулық арнасына қош келдіңіздер. Алма мезгіл таңдамайтын жемістердің бірі. Қай кезде де алманың сан түрі самсап тұрады. Бұл жеміс дәмді әрі денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамында С, Е, В1, В2 дәрумендері мен калий, марганец, кальций, темір секілді минералды заттарды кездестіруге болады. Әсіресе суық тиіп ауырған кезде кез келгеніміз алма жейміз. Ол тәбетті ашады, әрі қарныңызды тойдырады. Бірақ көпшілігіміз алманы қабығымен жеуге әдеттенбегенбіз. Бірақ жемістің құрамындағы пайдалы заттардың бәрі алманың қабығында екенін ескермейміз. Негізінде алманың қабығының өзі бірнеше дертке дауа болады екен. Достар, менің алда шығатын пайдалы әрі қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Суық тиіп ауырған кезде дәрі қабылдап ем жасаймыз. Кей кезде дәрі біткенімен жөтел жазылмай жатады. Осы кезде алма қабығының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір ас қасық ұсақтап туралған алма қабығына бір стақан қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Шамамен 40 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, жарты стақаннан күніне 2 рет ішесіз. Емді 3 күн үзбей жүргізсеңіз, жөтелден біржолата құтыласыз. Буыныңыз сырқырап ауырса, 3 ас қасық ұсақтап туралған алма қабығын 500 мл қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тұнбаны жылыған кезде сүзіп алып, 3-ке бөліп ішесіз. Бұл шай буын аурулары мен тұз байлануды емдейді. Тамақ ауырған кезде 100 грамм алманың қабығын 1 литр қайнаған суға салып 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң оттан алып, бетін жауып қоясыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, 200-300 мл-ден ішесіз. Қан аздықтан құтылу үшін көк алманы қабығымен ұсақтап турап, кеңдеу ыдысқа саласыз. Осыған асқабақты да текшелеп турап қоссаңыз болады. Ыдысқа 15 стақан су құйып, отқа қоясыз. Алма мен асқабақ жұмсарып, қоюланғанша баяу отта қайнатасыз. Сосын оттан алып, бетін жауып қойыңыз. Салқындаған кезде сүзіп алып, тағы да 15 минут қайнату керек. Дайын болған емдік қоспаны үлкендерге де, кішкентайларға да қолдануға болады. Қан аздықтан құтылу үшін екінші рецепт: бір дана алманың қабығын эмаль немесе шыны ыдысқа саласыз. Оған салқын су құйып отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң отты бәсендетіп, қақпағын қиғаштап жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттай қайнаған соң ыдысты оттан алып, бетін жауып қойып қойыңыз. Бөлме температурасында жылыған кезде қайнатпаны сүзіп алыңыз. Ем үшін бірдей көлемде алма шайы мен лимон немесе апельсин шырынын араластырып ішсеңіз болады. Оған татымына қарай бал қосып ішіңіз. Бұл сусын ағзаңызды қаназдықтан құтқаратын С дәруменіне бай. Егер де сізді ұйқысыздық мазаласа, 2-3 алманың қабығын аршыңыз. Ыдысқа 1 стақан су құйып, отқа қойыңыз. Бір қайнап шыққан соң алманың қабығын салып, отты бәсендетесіз. 5 минуттай қайнаған кезде татымына қарай бал немесе қант қосыңыз. Дайын болған сусынды ұйқыға жатар кезде ішсеңіз, терең ұйқыға кетесіз. Таңертең ұйқыңыз қанып, сергек оянасыз. Бұл сусын ұйқыны реттеп қана қоймайды, сонымен бірге жүйкені де тынықтырады. Ішектің жұмысын жақсартады. Алманы қабығынан аршып, 50 градусқа қойып кептіріп алыңыз. Сосын құрғақ қабықты блендермен ұсақтау керек. Оны 2 ас қасық кебекпен араластырыңыз. Қоспаға 150 мл ыстық су құйып, жақсылап араластырыңыз. Ыдыстың бетін мықтап жауып, 15 күндей тұндырып қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған тұнбаны ішке қабылдасаңыз болады. Бұл әдіс ішекті шлактан тазартып, жұмысын жақсартады, әрі артық салмақтан арылуға көмектеседі. Құрметті достар, егер де сіздерге видео ұнаса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, видеомды қолдап, арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алда әртүрлі пайдалы әрі қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.